Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, витаминге толы көкөністерден жасалатын, әрі оңай жасалатын салат жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен барлық заттарымызды жуып тазалап дайындап алатын боламыз. Және де осылай капустамызды бөліктерге бөліп, осындай қатты жерлерін барлығын алып тастайтын боламыз. Міне осылай қалауларыңыз бойынша видеода көрсетілгендей етіп, ұзынша етіп, жіңішкелетіп турасаңыздар болады. Капустаны турап болған соң жарты шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып қоятын боламыз. Бұл жерде менде видеоға түспей қалған. Және де сәбізімізді осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай майда ұзынша теркадан өткізіп алатын боламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай болгар бұрыштарында осылай ұзынша етіп теркадан өткізіп алатын боламыз. Немесе қолдарыңызбен, кәдімгі пышақпен осылай ұзынша және жіңішке етіп турасаңыздар болады. Міне қалған көкөністерімізді де осылай видеода көрсетілгендей етіп, ұзынша етіп турап алатын боламыз.
Және де қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Бұл жерде менде қызыл бұрыш және де қара бұрыш және де тұз қосатын боламын. Міне барлық дайын болған масалықтарымызды осылай үлкен ыдысқа салып, жақсылап араластыратын боламыз. Және де осылай 4 ас қасықта күнбағыс майы немесе зәйтүн майын құйып жіберетін боламыз. Және де жақсылап араластырамыз. Міне құрмет көрермендер, осымен біздің салатымыз дайын. Егер де видео ұнаса, соңына дейін көріп, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып, менің парақшама тіркеле кетіңіздер. Және де сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, міндетті түрде өте дәмді шығатын болады, ас болсын.